Біз қазақтың кәдімгі бесікке салу рәсімі туралы айтатын боламыз. Бесікке салу ол бала дүниеге келгеннен кейін 40 күн тақынан шыққаннан кейін бесікке салу рәсімі болады. Оны кәдімгі біздің қазағым үлкен той қылып өткізетін болғаны. Бесік той деп аталады ол. Бесікке салу кәдесі ең бірінші көпті көрген, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған әжелерімізге салдырады. Әжелеріміз бесікке бүпені салмас бұрын бесікті жақсы етіп аластап алады балалар. Аластау дегеніміз ол баланың сәбидің ұйқысы тыныш болсын және жын шайтаннан аластайды деп аластап алады. Бүпені аластайды. Алас, 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 тілі жаманның тілінен алас, көзі жаманның көзінен алас. Алас, 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 құлағыр Аллах, мың пәледен қалас деп балалар. Бесігімізді бірінші аластап аламыз. Көрдіңіздер ме? Жақты тік болады. Және денелері ширақ болады деймін балалар. Бесік ол біздің жиде ағашынан және өрік ағашынан, алша ағаштарынан жасалынады. Қасиетті баланың мекені. Бесікке баланы аластап болғаннан кейін жақсы баланы таза әрі жылы жату үшін жақсы етіп орайды. Бесік құрамында балалар жөргек деп атаймыз. Сосын тартпасы болады бесіктің, жастығы болады, көрпесі болады. Осының барлығы бесік жабдықтарына жатады. Содан кейін баланы бесікке бөлек болғаннан кейін бесік жыр айтылады. Әлди, әлди, әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Жылама бөпем, жылама, жілік жағып берейін. Айбатанның құйрығын жіпке тағып берейін. Деп балалар бесік жыры шырқалады. Баланың бесігі, әлемнің бесігі деп, сол бесікке салу рәсімін осымен тәмамдаймыз балалар.